жер асты қойнауларынан Қарашығанақ, Қашаған, Теңізден 15 қана пайыз үлесін алады екен Қазақстан. Осы 3 кен орыннан 16 миллиард доллар бюджетке ақша түсіреді екен. Егер біз іске асыратын болсақ, 16 миллиард доллар. Ойлаңыз, ол қандай үлкен ақша. Министрлер бар, депутаттар бар, әлі де қозғалатын түр жоқ па, сонда өз еріктерімен? Біз Қазақстан содан 1 триллион доллардан қанша алдық бүгін? Қанша бюджетке түсті? Қанша біздің халқымызға қызмет етті? Қарашығанақ, Қашаған, Теңіз кен орындарын, жаңағы мұнай жер асты орнын біз келісім шартын қайта қарауымыз керек инвесторлармен. Міндетті түрде біз жеңіп шығамыз бұл мәселеде. Құрметті көрермен, эфирде Ақ пен қара жобасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев мырза. Қош келдіңіз. Азаматхан мырза, жалпы партия осы құрылғалы, өз жолын бастағалы, еліміздегі көптеген экологиялық мәселелерге мұрындық болып, оның үкіметке жетуіне, кейбірінің тіпті шешілуіне, заң жобасының қарастырылуына үлесін қосып жүр. Жалпы қазір соңғы кезде кеше ғаламтордан да көріп жатырмыз, тағы да бір жаңа петиция жариялаватсыздар. Оның мақсаты не, ол қандай пайда әкеледі, және ол мәселе бүгінде қандай зиян келтіріп отыр? Қазақстанда ең үлкен жер асты қойнаулары бар. Мұнайдың, газдың ең үлкен әлемдегі, енді 10-ға кіретін жер қойнаулары бар да, әлемде ең үлкен десек болады. Кезінде 90 жылдары сол Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған. 90 жылдары ескі Қазақстанның жаңа басшылары сол кезде арнайы инвесторлар келіп, сол үлкен компаниялар келіп, соны өздерінің айласымен жаңағы келісім шарт жасайды Қазақстанмен. Ол келісім шартпен, бұл айтқанда халықпен ешқандай халықпен келісілмейді еш нәрсе, жаңағы бір топ адамдар ол инвесторлармен жасасады. Сол жасалған келісім шарт Қазақстан мемлекетінің мүддесіне жасалмағанын біз көріп отырмыз да. Себебі біз енді белгілі ақпарат көздерінен шығып отыр қазір. Біз сол үлкен жер асты қойнауларынан Қарашығанақ, Қашаған, Теңізден 15 қана пайыз үлесін алады екен Қазақстан. Оның өзін алу үшін бірінші инвестордың салған қаражаты шығу керек оларға бірінші. Одан кейін барып 15% аламыз. Былайша айтқан кезде ресми көрсетілген сумманың 15% ғана, 15% ғана. Бұлай қарасаңыз, ол жер асты қойнаулары ол мемлекетімізге ғой. Оның үстіне 2023 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастауымен конституцияға үлкен өзгеріс енді, сол конституция өзгерісте конституция жер асты қойнауы халыққа тиесілі деп өзгертілді. Яғни, ол конституцияда сондай өзгеріс болғаннан кейін, бірден әртүрлі заңнамаларға, кодекстерге, жаңағы бәрінде өзгерістер болу керек. Барлық нәрсе, барлық зат, барлық келісімшарттар қайта қаралу керек. Қазақстанның халықтың мүддесі үшін қаралу керек та. Сондықтан біз Байтақ Жасылдар партиясы, біз өзіміздің жаңағы сарапшыларымызбен жан-жақты қарай отырып, біз сол петицияны бердік. Петиция модерациядан өтті. Енді 50 мың қол жинауымыз керек. 50 мың қол жинағаннан кейін мемлекеттен комиссия құрылып, бұл мәселе қаралады. Президент бұны қарайды, бұл мәселені. Ендігі кезекте мысалға қарайықшы, мысалы әлемнің барлық мемлекеттерін, араб елдерін қарайық. Оларда мысалға кемінде 50%-дан ешқандай контрактқа, келісім шартқа отырмаған әлемнің компаниялармен. Бізде не үшін бұл айтқанда мемлекеттің мүддесі бұл айтқанда әлсіз болып қалған? Неліктен сол кездегі 90 жылдағы мемлекетті басқарып отырған адам бұл мәселені халықтың алдында ертең жауап беремін деп ойламады? Міне осы бізді қатты мазалайды. Оның үстіне біз енді Жасылдар партиясымыз ғой, Байтақ Жасылдар партиясы. Біз мынау батыс өңірлерде көп боламыз.
қазір сол Қарашығанақ, Қашаған, Теңгиз жаңағы мұнай өндіру орындарында экологиялық апаттар болып жатыр. Мысалға, білесіз, Каспийде қандай жағдай, төлендер қырылып жатыр. Қаншама үлкен жаңағы судың жаңа құрамы өзгеріп жатыр Каспийдің, Одан кейін Теңгизде, мысалға, Теңгиз Жылой ауданы Құлсары қаласында, Атырау облысы. Ол жерде табиғат мүлдем өзгеріп кеткен. Мысалы, жазды күні температура ең жоғарғы дәрежеге жетеді. Климаттың өзгеруі бар да, қысты күні күн суық. Одан кейін жаңағы песчаный буря дейді. Жаңағы ол да жаңағы мұнайдың өндірілген, мұнай өндірілген кезде метан деген бар. Метан ауаға кетеді, ауаға. Ол климаттың өзгеруіне әсер беретін үлкен выброс болып саналады. Мысалы, оны ұстап қалу, ол үшін мемлекетке қаражат төлеу деген мәселеде мүлдем қаралмаған. Бізде зиянкеш 20 зат бар, сол экологиялық кодексте көрсетілген, бірақ ең төменгі баға берілген ол жерде. Мысалы, метанның бір тоннасына 70 теңге төлейді екен. Ол деген аз. Америка құрама штаттарында мысалы $900 мысалға. Одан кейін мынау көміртегі CO2. CO2-ның өзі біз квотасы экологиямен тегін беріледі. Тегін беріліп жатыр. Ол болмайды. Оны президент ол туралы айтты ғой. Биржа, карбоновый биржа болу, сол арқылы бағасы анықталып, сол квота сол арқылы алыну керек деп. Мысалы, көптеген елдерде көміртегі мысалы $160-120 тұрады мысалға. Ойлаңызшы, жылына біз 100 миллион тонна беретін болсақ, ол тағы да бюджетке бір 10-12 миллиард доллар әкелуші еді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз осы экологиялық жағдайларды, апаттарды көріп отырып, біз өзімізге партия айтты, біз өзімізге айттық, бұл біздің борышымыз. Қазақстан халқының алдындағы біздің борышымыз. Бұны біз бұл енді көрдіңіз бе, бұл соншалықты құпия нәрсе. Бұл 90 жылдары келісім шартқа отырған ғой. Қазақстан жаңағы азғантай ғана үлесі болып, қалғандарын инвестор алады. Одан кейін тағы бір қулық жасалғанда, бірінші инвестицияға салынған ақша қайту керек. Одан кейін барып Қазақстан сол өзінің үлесін алады. Ол деген сұмдық қой. Ал қазір олар былай жасап жатыр. Жаңа сол кен орындарына салынған қаражатты әділеп көбейтіп жатыр. Басында 16 миллиард доллар деді, одан кейін 30 миллиард, қазір 49 деді ме, сондай миллиардқа кетті. Көбейтіп жатыр да барысы. Түсініксіз жағдай, өте көп нәрсе. Енді сондай көп нақты ешкім бұл мәселемен айналысып жатқан жоқ қазірше. Сондықтан біздің партиямыздың бұл борышы, біз Қазақстан халқының алдындағы біздің борышымыз. Әсіресе сол батыс өңіріндегі халықтың алдындағы борышымыз. Өйткені, мысалы, сол Жылой ауданында қарап отырсаңыз, сол Атырау облысында туылған кемтар балалардың 30-40% сол Жылойдан екен. Жылой ауданына тиесілі. Өйткені жаңа Теңгиздің жаңа ауаға лақтырған ауада өзгерістеріне байланысты адам денсаулығына әсер беріп жатыр. Сондықтан бұл біздің Байтақ Жасылдар партиясының бұл борышы. Сондықтан мына құрметті ағайын, мынау петиция жарияланды. Қашаған, Қарашығанақ, Теңгиз кен орындарының келісім шартын қайта қарау, ол құпия болмау керек, ол ашылу керек, ол қайта қаралу керек. Қазақстанның үлесі ол кен орындарда 50%-дан төмен болмау керек. 50%-дан. Одан кейінгі екінші мәселе, Қазақстанның шағын орта кәсіпкерлігі Қазақстанның өнімін алатындай ол келісім шартты қайта қарауымыз керек. Сонда біз есептедік, Қазақстан жыл сайын осы 3 кен орыннан 16 миллиард доллар бюджетке ақша түсіреді екен. Егер біз іске асыратын болсақ, 16 миллиард доллар. Ойлаңыз, ол қандай үлкен ақша. Сол 16 миллиард доллармен 7-8 триллион теңге. Қаншама мектептер ашамыз, ауруханаларымызды дұрыстаймыз, білім ордаларын ашамыз, шағын орта кәсіпкерлікті қолдауға көмектесеміз, қаншама адамдардың жағдайын жасаймыз. Қаншама адамдардың. Бізге міне елімізде, мемлекетімізде қаражат керек. Сондықтан осы петицияны егер қол қойсаңыздар, қол қойып 50 мыңға жеткізсек, бұл қаралады, комиссия құрылады мемлекеттен. Сол комиссиямен бірге жұмыс жасаймыз. Соңында ол міндетті түрде біз жеңіп шығамыз бұл мәселеде. Оның үстіне ол мекемелер
25-30 жыл жұмыс жасап жатыр бүгінгі күні. Қаншама мұнайлар. Енді есеп бойынша, енді мен примерно айтатын болсақ, $1 триллион ақша мұнай өнімін алып кеткен уже олар, сатқан. Біз Қазақстан содан $1 триллион қанша алдық бүгін? Қанша бюджетке түсті? Қанша біздің халқымызға қызмет етті? Мен осы жақында Ыстықкөлде болдым. Ыстықкөлде Қырғызстан Жасылдар партиясы бізді шақырды. Сол кезде Ыстықкөлде болған кезде біз Ыстықкөлде болып көп нәрсе қарашы, бір ғана Ыстықкөлдің айналасында Қырғызстанның 1 миллион адамы өмір сүріп жатыр. 1 миллион адам сол жаңағы өздерінің үйіне әкелген өнімдерін сатады, өсімдік өнімдерін сатады, ет өнімдерін сатады, жаңағы әртүрлі қызмет көрсетеді. Сол арқылы күнкөріс жасап отыр. Күнкөріс 1 миллион адам жасап отыр да. Ал егер оның бұлай егер айналымын қарайтсақ, капитал айналымы, бұл ары кетсе бір $300 миллион болуы мүмкін да, мысалы. Иә. Ал мына жерде көрдіңіздер, жылына $30-40 миллиард пайда түсіріп отырған біздің Қазақстан. Қанша адам өмір сүріп отыр дейсіз соның айналасында? Ары кетсе бар ғой бір 100 мың, 200 мың адам. Қараңызшы, ол деген бұл әділетсіздік нағыз. Осы мақсатта, осы бағытта бізде әділдік орнау керек. Өйткені бүгін күн сұрамаса да, ертең ұрпағымыз бізден сұрайды. Бізге айтады, сендер осы қалай беріп қойдыңдар, сондай осындай мықты бабаларымызды қорғаған осындай жерасты қойнауын, жерасты байлығын кенін деп айтады бізге. Сол кезде біз оған қалай жауап береміз ертең? Сондықтан біздің арымыз таза болу үшін біз міндетті түрде Қарашығанақ, Қашаған, Теңгиз кен орындарын, жаңағы мұнай жерасты орнын біз келісім шартын қайта қарауымыз керек инвесторлармен. Ол жерде мысалға ExxonMobil, Chevron компаниясы, Ресейдің компаниялары бар, тағы басқа үлкен әлемдік мықты компаниялар бар. Солардың бәрін біз қайта қарап, Қазақстанның үлесін көбейтуіміз керек. Сол арқылы бюджетімізді толтыруымыз керек. Жақсы, рахмет. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, ескі Қазақстанда қол қойылған құжаттар оның бәрі деп, иә. Президент Конституцияға өзгеріс енгізгеннен кейін жаңа расымен де айтты, жердің астындағы байлық халықтікі деді. Содан кейін біршама уақыт өтті. Министрлер бар, депутаттар бар, әлі де қозғалатын түр жоқ па, сонда өз еріктерімен? Өйткені былай ғой, мемлекеттік мекеме қазір қозғалатын болса, онда анау келісім шарт бойынша олар әлемдік жаңағы арбитражын сотқа беріп, Қазақстанды айыппұлға салып тастауы мүмкін. Өйткені енді мемлекеттің атынан сол кездегі премьер-министр 90 жылдардағы президент қол қойып қойды ғой. Ол президенттер ауысқанмен де ол бәрі мемлекеттің ол жүгі. Сондықтан ал біз партия ретінде біз халықтың мүддесін айта аламыз. Біз ертең бұл мәселе бойынша петиция жинаймыз, одан кейін бұл бойынша біз сотқа шағымдана аламыз. Бұл бойынша біз көп мәселені көтеріп, бұл мәселені біз соңына дейін жетуге барлық күшіміз саламыз. Бұл халқымыздың алдындағы біздің борышымыз. Біз саяси партиямыз. Бізге мыңдаған адам бізге сенді, мыңдаған адам біздің партиямыздың мүшесі. Олардың алдындағы біздің абыройымыз, біз сенімін ақтауымыз керек олардың. Сондықтан біз осы бағытта үлкен жұмыс атқарамыз. Жақсы, рахмет. Сонда келісім неше жылға қойылған? Келісім шарт ол құпия. Ол көрдіңіз, келісім шарттағы түсініксіз. Біз білмейді, ешкім құпия, оны әлі ашқан. Біздің қазір сұрап отырғанымыз соны жария ету. Жария еткеннен кейін барлық адамның көзі ашылады. Бәрі көреді. Сол кезде ол жүре бастайды. Біздің қазір алға қойып отырған мақсатымыз сол құпия келісім шартты жариялау керек. Жақсы, рахмет. Онда алдағы уақытта сіздеріңізге табыс тілейміз. Петиция халықтың, елдің қолдауын тауып, өзіңіз айтпақшы құпия құжаттардың бәрі халыққа жарияланып, алдағы уақытта халқымыз, еліміз әлемдің дамыған елдері секілді бай өмір сүреді деп сенеміз. Жақсы. Құрметті көрермен, петицияға сіз де атсалысыңыз. Халықтың мәселесі ол біздің мәселеміз, ол сіздің мәселеңіз. Аман болайық, сау болыңыздар.